келеді екен. Сәлем, досым, мені таныған шығарсың, я? Дұрыс айтасың, мен кішкентай көжекпін. Мені танымау мүмкін емес шығар. Мен өте сүйкімді, жұмсақ болған соң, мені бәрі жақсы көреді. Ит пен мысықтан кейінгі танымал үй жануарымын. Біз Антарктикадан басқа өлкенің бәрінде мекен етеміз. Жалпы жер бетінде қоянның 30-дан астам түрі бар. Анашы, біз осыдан 12 миллион жыл бұрын жер бетінде пайда болғанбыз дейді. Бірақ мен миллион деген көп пе, әлде аз ба, оны әзірге білмеймін. Балалар, ал сендер білесіңдер ме? Мен үй қоянымын. Туғанда салмағым небәрі 80 грамм болған екен. Отбасымызда менімен бірге тағы 8 бауырым бар. Бәріміз 2 айымызға дейін анамыздың сүтімен қоректенеміз. Өскенде менің салмағым 2 келіге, денемнің ұзындығы 50 сантиметрге жетеді. Досым, біз өте жылдам жүгіретін жануарлардың біріміз. Сағатына 70 шақырымға дейін жүгіреміз. Айтпақшы, тек алға ғана емес, артқа да жүгіре аламыз. Біз жылдам қимылдап қана қоймаймыз, жылдам ойлана да аламыз. Егер қауіп төнгенін сезсек, бірден бағытымызды өзгерте аламыз. Менің көзім 360 градусқа дерлік қозғалады. Басымызды бұрмастан жан-жағымызды толықтай көре аламыз. Иіс сезу және есту қабілетіміз де өте жақсы дамыған. Бірақ көзіміз қатты өткір емес. Күндізден қарағанда түнде жақсы көрем. Анам маған жыл мезгіліне қарай жынымыз түлеп отырады дейді. Мысалы, қыста қармен бірде аппақ болады екенбіз. Қандай тамаша! Аппақ мамықтай болып жүрем. Досым, біздің ерекшелігіміз тісіміз өмір бойы өседі. Сондықтан үнемі қайрап отырамыз. Түсіміз біздің өте берік болады. Сол үшін де тамақты қиналмай тез шайнай аламыз. Менің сәбізді қатты жақсы көретінімді бәрің білетін шығарсыңдар, я! Біз кішкентай болсақ та өте ақылдымыз. Жыртқышаңдар бізді таба алмау үшін жердегі ізімізді құйрығымызбен жауып тастаймыз. Біздің күніміз өте көңілді өтеді. Және бір-бірімізбен аяқтарымызды жерге ұру арқылы түсінісеміз. Біз жаңбырлы ауа райынан қорқамыз. Себебі құлағымызға су кіріп кетсе, ауырып қалуы мүмкін. Құлақ демекші, осы ұзын құлағым кез келген сыбдырды бірден естіп қояды. Қазақстанда жабайы қояндардың 3 түрі өмір сүреді. Ақ қоян, ор қоян және құм қоян. Балақай, саған біз туралы ақпарат өте қызықты болды деген ойдамын. Мені анашым шақырып жатыр. Барып бауырларымен бірге ойнайын. Айтпақшы, менімен өз қалаңдағы хайуанаттар бағынан жақынырақ таныс аласыңдар. Кездесу